Қазаққа қазақ аудармашы іздейтін заман келіп жатыр екен. Мен енді Қытайдан келгеннен кейін осы жақта үй болмағаннан кейін квартира жалдадық. Сол кезде осы үйдің иесі бізге бүтіндей орысша тоқтам жазып әкепті да. Содан қол қой дейді. Мен айтам, қол қоя алмаймын, мен ішінде не жазылғанын түсінбеймін, мен орысша білмеймін ғой десем, ол кісі айтады, мен қазақша түсінбеймін, қазақша білмеймін мен деп. Сонымен әйтеу жолдасына звондап қазақша тоқтам жаздырып, әйтеу анағып жүріп, сол үйді алып майлап отырдық. Енді осындай бір уақиғадар бізде өте көп. Біз таксиге шықсақ та қиналып қаламыз. Өйткені біз айтсақ түсінбейді. Біз қате айтып тұрмыз ба, біздің қазақшамызда мәселе бар ма, әйтеу білмеймін. Бірақ сіздерді мен мұқалтайын, сіздерді кекейін, мұқайын деп отырған жоқпын. Өйткені сіздерді түсінуге әбден болады. Өйткені бір ғасырға таяу уақыт белгілі бір ұлттың тілін игеруге, үйренуге мәжбүр болдыңыздар, иә? Ал енді мына заман қандай керемет заман келді. Қазақстан өзінің элементігін алып, қазақ елі болып, міне жан-жақтан жамырап, біз бір-бірімізді тауып, қосылып, қауышып, мына жерде бас қосып, еліміз, жерімізде бәріміз осы жерде қайтып жатырмыз дегенде, еліміздің өркендеу үшін, гүлдену үшін бір тал болса да үлесімізді қосайықшы деп, бәріміз жінігіп жатырмыз. Енді осындай керемет заманға келген кезде, әлі де орысша мектепке беретін, әлі де орысша сөйлейтін сондай кісілер өте көп екен. Ол мақтан ба сонда? Бізде өзіміздің елден енді Жоңғар Халық Республикасынан келгеннен кейін қытайша сөйлегенімізді міне ақырын қойып келе жатырмыз. Бізде чүлдірлегенімізді қояйық. Сіздер де ана-мына дегендеріңізді қойыңыздар. Бірге мына қазақшаны сөйлейікші өзі. Жалпақ қазақ тілде бір-бірімізбен тіл табыса алатын, емін-еркін қазақтар бір-бірімен тіл табысатын болайықшы өзі. Енді қарасаңыздар, осындай керемет заманда енді біз ұрпағымызға береріміз де сол бәлкім жалпақ қазақ тіл шығар. Егер де біз осы қадіріне жетпесек, осы тіліміздің анау елім деген, жерім деген, ұрпағым деген ата-бабамыздың рухына, солардың төккен термен тамған қанына біз қиянат жасаған болатын шығармыз. Сіздер қалай қарайсыздар?